Знаете, чем измеряется взрослость? Ол сіздің салмақты болғаныңыз емес, ол сіздің мінезіңіз емес, ол сіздің өмірде жеткен жетістігіңізбен өлшенбейді, ол сіздің өз-өзіңізді ұстауыңызбен, әдемі сөйлеуіңізбен, коммуникацияңызбен өлшенбейді. Оның өлшенетін жалғыз бірақ нәрсесі сіз қаншалықты өз-өзіңізге сенім арта аласыз. Яғни барлығымыз өмірдің жақсы жақтарына, өмірде болатын жақсы оқиғаларға, жақсы өзгерістерге біз барлығымыз үнемі дайынбыз. Ал өмірдегі өзіңіз күтпеген жағдайларға, өзіңіз ойламаған жағдайларға, өмірдің қиындықтарына сіз қаншалықты дайынсыз? И сол қиындықтардан өз-өзіңізді алып шыға алатыныңызға, яғни өз-өзіңізге қаншалықты сенесіз? Дәл осы нәрсемен өлшенеді. Егер де сіз бүкіл нәрсені өз-өзіңізді қорғау үшін жасайтын болсаңыз, яғни бірдеңе болса мені ақшам қорғайды, бірдеңе болса мені жақындарым қорғайды, мені ата-анам қорғайды деген сияқты да, бұл сіздің ішіңіздегі әлі есеймегеніңізді білдіреді. Өйткені сіз кішкентай бала сияқтысыз, өз-өзіңізді ойыншықтармен қоршап қойған. Жаман біреу келетін болса, сізді ойыншықтарыңыз құтқарады. Яғни сіз өз-өзіңізді құтқара алмайсыз. Яғни сіздің ішіңіздегі есейгендігіңіз дәл осы өз-өзіңізге деген сеніммен өлшенеді. Өмірдің қалай сіз жақсы дүниелеріне, жақсы жақтарға, жақсы өзгерістерге дайынсыз, сіз дәл солай қиындықтардан да өте алатын, шеше алатын ішіңізде күш болу керек. Яғни я могу, я выстою, я вытерплю деген нәрсенің барлығы сіздің ішіңізде, сіздің ішкі күшіңіз ретінде өз-өзіңізге деген сенім болу керек. Осылай айтса, көп адамдар ойлайды да, бұны жаңағы кері тарту, өмірден қиындықты ғана күтіп өмір сүру, қиындыққа дайындалу, қиындықты шақыру деген сияқты, ол басқа дүние. Бізге бұл жерде көзімізге розовый очки киіп алып, өмір тек қана керемет, тек қана әдемі деп позитивный мышлениемен өмір сүрудің қажеті жоқ. Өмір ол үнемі жоғары және төмен сатылардан тұрады. Сол себепті сіз қаншалықты сол сатыларға дайынсыз, соншалықты сіздің бойыңыздағы есейгеніңізді білдіреді. Яғни бізде айтады, жаман айтпай жақсы жоқ. Яғни жаман нәрсе айтылу керек, жаман нәрсе талқылану керек, жаман нәрсе шешілу керек. Және де сіз бұл опораны миыңыздың ішінде қалыптастыра алмайсыз, бұндай опора ойда болмайды. Яғни сіз қаншама жылдар бойы не туралы только ойламадыңыз да, сіз бәрін ойлай аласыз. Қанша өзіңізге сенемін, өз-өзіме сенім артамын деп ойлай беруіңіз мүмкінсіз, бірақ ол сіздің опораңыздың бар екенін білдірмейді. Бұл опора сізге тек қана өмірмен байланыспен, Құдаймен байланыспен, Құдайға деген сенім арқылы ғана сіз дәл осы опораға қол жеткізе аласыз.